Шымкентте Кока-Кола зауыты бар екенін білесіз бе? 2024 жылы қалада ашылған Кока-Кола içecek зауытында сағатына 48 мың литр сусын құяды. Күн сайын сусын тиелген 70 жүк көлігі еліміздің түкпір-түкпіріне жөнеледі. Процесс суды тазартудан басталады. Ұңғымадан алынған су тазартудың 5 кезеңінен өтеді. Содан кейін сироп пен қант қосылып, қыздырылып өңделеді. Зертханада тексереді. Сосын өндіріс желісіне жібереді. Желі толық автоматтандырылған. Небәрі 4 оператор бүкіл процесті басқарады. Сусын құятын бөтелкелердің бір бөлігі қайта өңделген пластиктен жасалады. Біз экология бойынша бүкіл өзіміздің қалдықтарымызды азайтуға тырысамыз. Сол үшін бізден шыққан қалдықтардың барлығы былай сыртқа кетпейді. Оның әрқайсысының өзінің жолы бар, утилизация жасалатын. Және де ол біздің компаниямен соңына дейін қадағаланады. Coca-Cola компаниясы Қазақстандағы ең ірі салық төлеушілердің бірі. Жылына ел қазынасына 50 миллиард теңгедей салық төлейді екен. Шымкенттегі зауытта барлығы 171 қызметкер жұмыс істейді.